Қайырлы күн баршаңызға. Мен бүгін сіздерге хрустящий баклажаны кисло сладком соусы деп аталатын ерекше дәмді салатты дайындайтын боламын. Видеоны соңына дейін көріп шығыңыздар. Ұнаса подписка басып, лайк басып, комментарий қалдыра отырыңыздар. Баклажанды қабығынан аршып, осылай 4 бұрышты пішінде кесіп, үстіне крахмал саламыз. Крахмалды қолымызбен аунатып аламыз. Одан кейін қызып тұрған тавадағы майға қызартып пісіріп аламыз. Қызарып піскен баклажан өте қытырлақ болып шықты. Енді қызып тұрған табаға кисло-сладкий соусымызды құйып қыздырып, баклажанымызды аунатып аламыз. Дәмі өте керемет дәмді болады, достар. Енді салатымызды ыдысымызға орналастырамыз. Салат жапырағының бір бөлігін ыдысымызға салып, қызанақты 3 бұрышты қылып кесіп турап орналастырдым. Одан кейін қытырлақ баклажандарымызды орналастырып, салат жапырағын тағы да салдым үстіне. Енді творожный сыр немесе осындай ерітілген сырдың түрін салуға болады. Қасықтың көмегімен салаттың үстіңгі жағына осылай орналастырасыздар. Енді әсемдеуге бальзам соусын құясыз. Бальзамды соусының да өте ерекше дәмі бар. Бұл салатты жалпы қазіргі таңда қымбат ресторандардан ас мәзірінде кездесіп жатады. Үйден дайындап көруге кеңес беремін, достар. Өте дәмді шығады. Астарыңыз дәмді болсын.